Сәлем достар, сіздермен Әсия Төрегелді. Бұл видеода 10-шы сыныптың химия пәнінен жаратылыстану математика бағыты бойынша биология пәнінен генетика бөлімі бойынша номер 2 БЖВ тапсырмасын орындайтын боламыз. Видеоны бастамас бұрын менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Бірінші тапсырманың А бөлімі 10 секунд ішінде азотының концентрациясы 3,10 мол литрден 3,5 мол литрге өзгерді. Азоты бойынша реакция жылдамдығының орташа мәнін есептеңіз депті. Жалпы алғанда біз кинетика бөлімі бойындағы есептерді мына формуламен есептейміз. Формулаға мән беріңіздер. С1-ден С2-ні аламыз, бөлеміз, Т2-ден Т1-ді аламыз. Сонда біздегі жылдамдық келіп шығады. Жылдамдық бізде вектор шама, оның өзінің белгісін қоюды ұмытпауымыз керек. Енді біріншіде бізде азотының концентрациясы 3,10 мл-ден 3,5 мл өзгерді дейді. Яғни бізде С2 деп отқанымыз 3,5, ал С1 3,10. Енді 3,5-тен 3,10-ді аламыз және уақытқа 10 секундқа бөлеміз. Сол кезде бізде 0,05 мол литр көбейтілген секунд шығады екен. Енді бұл бөлімінің есебінің шартында егер 74 және 120 секунд аралығында азот 2 концентрациясы 0,07 және 0,02 мол литр болғандығы белгілі болса, N2 және O2 арасында NO түзіп жүретін реакцияның орташа жылдамдығын есептеп табыңыз дейді. Бізде белгілі болып тұр 74-тен және 120 секунд аралығында деп тұр. 74 дегеніміз ол бізде Т1, 124 дегеніміз ол Т2, ал мына жердегі 0,07 ол бізде С1 болатын болса, С2-міз 0,02 мол. Формулаға саламыз, 0,02-ден 0,07 аламыз және оны 124 секундтан 24 секундты азайтып шыққан санға бөлеміз. Сонда 0,01 мол литр секунд шығады. Екінші тапсырманың А бөлімі әрекеттесуші массалар заңының мәніне мына реакциялар үшін жазыңыз дейді. Осында 2 реакция теңдеуі берілген. 2NO қосу хлор 2 тең 2NO хлор. Бізде реакцияға қатысатын реагенттер де өнімде газ күйінде болып тұр, яғни газдар, газдар. Ал мына жерде кальций CO3 қатты, ол ыдыраған кальций О плюс CO2-ге арасында қатты заттар бар. Әрекеттесуші массалар заңы газдар, қоспалар, ерітінділерде орындалады, ал қатты зат болса қолданылмайды. Сондықтан біз екінші реакция теңдеуін жазбаймыз. Бірінші реакция теңдеуін ғана жазатын боламыз. Мұны қараңыздар. Жылдамдық тең К көбейту С квадрат. С квадрат дегеніміз алдындағы 2 коэффициент. Оның ішінде NO. Міне NO-ның алдында 2 тұр. Соны жазып жатырмын. Көбейтеміз С хлор 2. Екінші есептің бұл бөлімі 2NO қосу O2 тең 2NO. Реакциясы бойынша реакциялық ыдыстың көлемін 3 есе кеміткенде реакция жылдамдығы қалай өзгереді? Бізде алғашқы реакция теңдеуі осылай болды. В1 деп жазып, К көбейту қысым бізде 2 есе болып тұр. NO дегенде алдына 2 коэффициент тұр, сол дәрежеге өтті. Енді келесіде 3 есеге көбейттік біз қысымды. Міне алдына 3 коэффициент тұрды қысымның алдына. Енді осындай теңдеу келіп шықты. В1 бөлі В2, К көбейту 3P2NO көбейту 3P2 бөлімінде К көбейту P2 жақшаның ішінде NO көбейту P2. Енді бізде қысқаратындар P2NO мен P2NO қысқарады және P2 мен P2 қысқарады. Сонда бізде 3 көбейту 3 қалады. Сонда жауабы 9 есе жылдамдығымыз артады.
Үшінші тапсырманың А бөлімі реакцияның температуралық коэффициенті гамма 2 химиялық реакцияның жылдамдығы қалай өзгереді егер температураны 35 градустан 65 градусқа дейін арттырса. Бізде мынандай формула бар еді. В1 бөлінген В2 тең гамма 10 деген. Осы формулаға салатын боламыз. Вот тең деп жазып, бізде гамма 2-ге тең, ода Т деп тұр, я? Т2-ден Т1-ді аламыз. Сонда біз ол жерде Т2 деп отқанымыз 65-ден 35-ті аламыз. Және оны 10-ға бөлеміз. 10 бізде формулада бар, міне. Сонда тең болады 2-нің 3 дәрежесі. Бұл дегеніміз 8. Яғни 8 есе артады. Келесі үшінші тапсырманың Б бөлімі 10 градус температурада қандай да бір реакцияның жылдамдығы 1 моль бөлінген литр көбейту секундты құрайды. Егер температуралық коэффициент 2-ге тең болса, оны реакцияның жылдамдығы мен уақыт арасындағы сәйкестікті көрсетіңіз дейді. Біз осы формула арқылы есептейтін боламыз. Біріншіде жылдамдық 1 моль литр секунд болды және температуралық коэффициент 2-ге тең болды. Және біз 20-дан аламыз 10-ды, бөлеміз 10-ға. 2 моль литр секунд шықты. Келесіде 30-дан 10-ды аламыз, ол кезде 4 моль литр секунд. Келесі 40-тан 10-ды аламыз. Ол кезде бізде 40-тан 10-ды асақ 30, 30-ды 10-ға бөлсек 3, 2-нің кубы, яғни 8-ге тең. Келесіде 2-нің 4 дәрежесі, ол 16-ға тең болады. Енді сәйкестендіріп өтеміз. 20 градус болған кезде 2 моль литр секунд болады екен, яғни 1 тең аға 2. 30 градус болған кезде бізде 4-ге тең болады екен. 2 В-ға тең 3. 40 градус болған кезде бізде 8 болады екен. Төртіншіде 50 градус болып тұр. 50 градус болғанда бізде 16-ға тең екен. Е-ге тең. Төртінші тапсырманың А бөлімі төменде берілген сөйлемде көп нүктенің орнына тиісті терминді жазып, сөйлемді толықтырыңыз дейді. Катализаторлар мен әрекеттесуші заттар бір текті жүйе құрап, бір фазада болса, ол реакция гомогенді. Катализ ал әртүрлі фазада болса, гетерогенді. Катализ деп атайды. Катализатор қатысуында химиялық реакция жылдамдығының өзгеруін катализді реакция деп атайды. Реакция дегенді ре деп жазып кеттім. Деп атайды. Реакцияның жылдамдығын өзгертіп, бірақ реакцияның соңында сапалы және сандық түрде өзгеріс тұратын заттарды катализатор деп атайды. Төртінші тапсырманың Б бөлімі гомогенді катализге берілген жауапты белгілеңіз деген. Біздегі дұрыс нұсқа ол А нұсқасы болып келеді. Достар, сонымен біздің видеомыз аяқталды. Менің каналыма жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Қош сау болыңыздар.